Құрметті менің оқырмандарым, келіндерім, қыздарым, міне мен сіздерге өткендегі құрақты құрадым деп, құрап атырам деп көрсетіп едім ғой, сұлу құрақ деп. Осы құрақты енді осыдан 22 данасын мен қазір тігіп мінекей болдым. 22 данасы мынау тігілді мінекей. Енді қазір осының қалай қойылуын сіздерге көрсетіп беремін. Осыда мен сумка тігейін деп отырмын, жауқазын сумкасын. Сіздер қарап отырыңыздар. Сосын бір мән беретін жағдай, мына жерде мынау тігіліп келген ең соңғы линиямыз бар ғой, соның мынау ең соңғы тігіліп келген несін, не дейміз, линиясын бәрін бір жағына келтіреміз. Міне мысалы мынанікі мынау, қараңыздар. Мен қазір турлап қойып қойдым. Мынанікі мынау ең соңғысы. Міне былай тігілген, былай тігілген, былай тігілген, сосын мына ең соңғы тігілген. Осы ең соңғы тігілгенде мына бері қатарына қойып алдым мен қазір, бері қатарына. Ең соны қалай қоюын мұқият жақсылап қарап алыңыздар. Мысалы мынау ең соңғы былай қойылған болатын болса, міне қазір мына екеуін, мынау соңғы линия, мынау соңғы линия. Сонда мынау былайша айтқанда бәрінің түгі бір жағына қарап тұр деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Мінекей, енді қазір осы соңғы линиямен осылай қойып шығамыз бәрін. Мынаның қалай қойылғанына жаңағы зейін салыңыздар. Міне мына екеуі қойылады, сосын мынадай төртеуі қойылады. Бәрінің мына соңғы линиясы осы бетіне түседі. Түсіндіңіздер ме? Міне мына бетіне. Енді мынау бірінші қатар, мынау екінші қатар, мынау үшінші қатарға мен 5 данасын қойып шығамын. Ең соңында түсінесіздер бұның қалай, не үшін бұлай қойылғанын. Әзірше мұқият қараңыздар. Мына біреуін асыра қоямыз. Енді сәл жылыстайыншы бері қарай. Бұл айтпақшы айта кетейін, мынау тіккен нелеріңіздің, сұлу құрақтарыңыздың размері 15-те 15 болады бұлай. Мен енді кейбіреуін алғашқыда өзім бір көрпеше бастайым деп, соған сәл үлкенде оқып қойғам. Енді оған мән бермеңіздер, мен өзім тігіс барысында оны турлап қоямын. Мінекей. Міне бірінші қатар, екінші қатар, бірінші қатарға екеу қойдым. Бәрінің соңғы линиясын бері қаратып. Екінші қатарға төртеу қойдым. Үшінші қатарға бесеу қойдым. Енді төртінші қатарға және бесеу қоям. Қойылған кезде мән беріп қарасаңыздар, мынау бірінші қатардан екінші қатар біреу асады, екінші қатардан үшінші қатар біреу асады, төртінші қатар және біреу асады. Енді бесінші қатарға келгенде бір қатар бері қарай төмендейміз. Мына төртінші қатарға келгенде мына қатардан бір саты төмен түсеміз. Міне енді мына екеуін ортасына қоямыз. Міне қазір осыған мән беріңіздер. Мынандай бір не шықты. Не деп айтамыз? Мынандай бір форма шықты. Көрдіңіздер ме? Міне осындай форма шықты. Енді осының бәрін тігіспен қазір мен тігіп шығамын. Соған мән беріңіздер.
Енді қазір бұны жинайтын болса, мен былай жинаймын. Жаңағы мынау мысалы осы екі құрақ бір-біріне осылай тігілу керек. Себебі мына соңғы линия. Сол үшін мен бұл екеуін былай қойып отырамын. Міне бір саусағыма аламын. Мынаны былай қоямын. Бәрінің соңғы линиясы осы бір бетіне қарайды. Сонда мынау нелеріңіздің түгі дейміз ғой, енді жаңағы велюрдің түгі. Сол барлығы бір шетке қараған болады. Түсініңіздер ма? Міне тура осылай мен қазір барлығын жинақтап қолыма жинап аламын. Енді мына қараңыз, 6 линия болды бұл. Осы 6 линияны мен былай ұстай аламын. Міне көрдіңіздер ма? Саусағымның арасына барлығын бүйтіп жинап ұстай аламын. Міне төртеуі 4 саусақпен тұр, қараңыздар. Қалай мен жинадым? 4 саусақпен тұр. Енді мына екеуін 2 бөліп бір саусағымен былай аламын. Енді осыны қазір былай қойып алайын. Міне мына. Бер әкел. Былай қойып алайын қазір. Осы 6 линияны осылай қойып алайын. Қазір осы бойынша барлығын тігіп шығатын боламын.
Міне менің құрметті оқырмандарым, бағанағы 22 көзді, осы құрақтың 22 көзін мына ұқсап тігіп біріктіріп шығардым. Енді осыны астарын салам қазір. Соны көрсетейін сіздерге. Мына жерге бүйтіп не қып қойдым. Астарына мынандай парша мата салғым кеп отыр. Осы парша матарының оң бетін мына жоғары қаратып, қойдым. Қазір осы матаның үстіне қалай қоямын, соны көрсетейін сіздерге. Міне жаңа құраған құрағымды мынау паршаның оң бетіне, құрақтың оң бетімен екеуін беттестіріп мына ұқсап қойдым. Енді осыны қазір мына түйрегіштер арқылы түйреп алып, сосын осыны тігіс жүргізіп өтемін. Тек қана шетінен тігіс жүргізіп өтемін былай. Мына былай тігіс жүргізіп өтемін. Міне, тура осылай тігіс жүргізіп өтемін қазір. Негізі мына жерден, мынау дәл ортасынан, осы дәл ортасының осы екі көзден мына жерін сөгіп аламын. Себебі бұны мына ішін сыртына қарай аударамыз ғой. Сол кезде керек та, сыртын айналдыра тігіп алып, ішін сыртына қарай айналдырған кезде, сонда екеуінде оң жағы шығады да. Мынау пока бір-біріне беттестіріп осылай құрақ немді қойып алдым. Құрағын қойып алдым. Мінекей қазір сіздерге тағы қарай көрсетемін.